Баршаңызға сәлем. Бүгін өте тез әрі оңай таңды ас дайындаймыз. Сіздермен бірге алтын осы видеоны көріп тез сақтап алыңыздар. Алдымен нанды тураймыз. Мен батон алдым, бірақ басқа нанды алсаңыздар да болады. Содан кейін шұжықты тураймыз. Енді сырды тураймыз. Барлығы дайын. Енді бутерброд дайындаймыз. Нанның үстіне 2 кесілген шұжықты қойдым. Үстінен сырды қойып, бетіне нан қоямын. Енді 2 жұмыртқаны ыдысқа салып, шым-шым тұз қосып араластырып аламыз. Осы жұмыртқаға нанды, яғни бутербродты батырып аламыз. Табаға сұйық май құйып, қызғаннан кейін осы бутербродты салып, 2 жағы қызарғанға дейін пісіріп аламыз. 2-3 минут қана кетеді, өте тез дайын болады. Қараңыздаршы, өте әдемі болып шығады. Егер осы видео пайдалы болса, бөлісіп кетіңіздер. Ас болсын.